Менен кейін бір адам бар дейді. Менен кейін. Егер ол адамның жүрегіне жол таба алсаңдар, бүкіл Мәдина сендер. Одан кейін Мусаб ибн Умайр иманнан кейін иман болып тұрады. Намазды үйрете бастады. Намаз былай. Кәдімгідей жүрек толықтай иманға толды. Ішіне нұр құйылды. Бұл әңгіме құлағына тиген кезде Үмму Саад жаяу жүгіріп келеді, ол жаяу. Кәдімгідей Ухудтың майданына. Бүкіл сахабаның өмірін қарасаң, әр сахабаның иманға келуіне бір аят бар. Сол аят олардың өмірінің қазығы. Иман. Иман жатқызбайды. 70-те 80-дегі шалда таңертең тұрып алып, мұздай суға дәрет алып, тырбың, ана микрорайоннан мына микрорайонға мешітке алып келетін нәрсе не? Иман ол. Иман жатқызбай жатыр ма? Ол иман тірі деген сөз. Ассалаумағалейкум құрметті бауырлар, сіздермен бірге Muslim House YouTube арнасында бүгін бізде қонақта жобасының спикерлері. Құрметті бауырлар, сіздерге жақсы жаңалық. Бүгін бізде 10-шы шығарылым. Бізде конкурс болып жатыр. Ұстазымызбен бірге осы әр шығарылымның астындағы 3 комментті анықтап, жақсы комментті анықтап, ұстазымызбен бірге тексеріп, соған сыйлықтар беретін боламыз. Бұл сыйлықтардан қапы қалмаңыздар. Олай болса, бүгінгі біздің қонағымызды таныстыра кетейін. Бұл кісінің иманға келуімен хиджрет ету есіктері ашылған. Және отбасында 4 адам дін жолында шахид болған. Және бұл кісінің еткен үкімдерімен қуаттап Алла тағаладан аяттар түскен. Және ерекшесі жаназасына 70 мың періште қатысқан. Олай болса, бүгінгі біздің қонағымыз толықтай таныстыратын Бексұлтан бауыр. Баршаңызға ассалаумағалейкум рахматуллахи ва баракату. Бүгінгі біздің қонағымыз милади жыл санауы бойынша 590 жылы Мединада дүниеге келген. Және де Абу Абди Ашхал руынан шыққан, лақабаты Абу Амр. Және де бұл сахаба Мединада сахаба Мусхаб ибн Умайрдың насихатынан кейін исламға келген. Яғни біздің бүгінгі қонағымыз сахаба Саад ибн Муаз радиаллаху анху. Бұл Саад ибн Муаз радиаллаху анху Әус руының, Әус тайпасының көсемі болған. Және де сахаба Абу Бакр радиаллаху анху мұхаджирлердің арасында қандай беделді болса, Саад ибн Муаз да ансарлықтардың алдында сондай бір ілтипатқа ие болған сахабалардан болған. Және бұл сахабаның үлкен бір ерекшеліктерінің бірі, яғни бұл сахабаның өлімімен аршы дірілдеген деп келеді. Яғни осы сахабамызды кейінірек толығынан түсіндіретін ұстазымызға сөз кезегін берсек, ендеше бірінші сұрақтан. Бірінші сұрақ, айтып кеттік ұстаз, ол кісінің иманға келуімен хиджрет есіктері ашылған. Ой болса, иманға келуі жайлы подкастымызды бастасақ. Бисмиллахир-рахманир-рахим. Алхамдулиллахи раббил аламин. Вассалату вассаламу аля ашрафил мурсалин ва аля алихи ва сахбихи аджмаин. ربي اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته ومغفرة. Қадірменді біздің арнамыздың тұрақты көрермендері, бүгін Аллаху Субхана ва Тағаланың рұқсатымен, Алланың жәрдемімен бізге берген күш қуатыменен Құдай қаласа Мәдинаның ұлы сахабасы, жоғарыда атымыз айтып кеткен сияқты мұхаджирлердің арасында Абу Бакрдың оры қандай болса, ансарлықтардың ортасында Саад ибн Муаздың да орны сондай деп пайғамбарымыз саллаллаху алейхи вассалам оны Хазіреті Абу Бакрге теңеген. Осындай бір атақты ұлы сахаба Саад ибн Муаздың өмірі туралы айтамыз. Аллаху Субхана ва Тағала соңына шейін жеткізуді, нәтижелі болып көрсетуді, бұл кісінің шанына, шөһретіне, атағына, абыройына ешбір нұқсан келтіріп алмайтындай дәрежеде бұл кісіні халыққа, сіздерге жеткізуге Алла Тағала бізге мүмкіншілік берсін. Бұл кісіні лайықты дәрежеде тани алуды, бұл кісінің бойындағы үлкен ұлы қасиеттермен өзіміздің бойымызды сипаттана білуді Аллаху Субхана ва Тағала бізге, сізге нәсіп етсін. Әңгімеміз барысында бұл кісіге лайықты болмаған бір сөздер айтып жатсақ, әлбетте бұл біздің қателіктеріміз. Сіздің жүрегіңізге иншалла жол таба алсақ, әлбетте бұл Саад ибн Муаз радиаллаху анхудың артықшылығы. Бір күні әкесі Муаз ибн Нұманның үйіне шүйінші сұрап адамдар келеді. Балаларының ішіндегі ең үлкені, алғашқысы, тұңғышы сіздің үйіңізде ер бала дүниеге келді деп, әкесі қуанып, бұған Саад деген ат қояды. Осылайша Саад ибн Муаздың мәдиналық өмірі басталады. Негізі әкесі
исламға дейін дүниеден өтіп кеткен. Сол себептен әкесіне байланысты нақты бір дерек көздерін қатты таба алмаймыз. Анасы Кәфша бинти Рафиъ деген кісі және өзінің 4 баласыменен бірге пайғамбарымыз саллаллаху алейхи уассаламның қолынан иманның шәрбатын ішкен, бақтияр, өмірінің соңына шейін бүкіл әлемге аналықты үйреткен сондай бір керемет кісі. Хазіретті Айша анамыздың жақыны, қазіргі тілмен айтсақ подружкасы деп айтамыз ба. Мәдинада пайғамбарымыз саллаллаху алейхи уассалам бұл екі кісіні үнемі бірлестірген. Қысқаша отбасында бірінші ең үлкен Саад дүниеге келеді. Білесіңіз, Саад қазір өміріміздің соңына шейін айтамыз, Хандактың шахиді. Одан кейін екінші баласы Аус келеді. Оны да білесіңіз, тарихта иншалла Алла мүмкіншілік берсе, бұлардың семьясының әрқайсысы жеке-жеке айтуға лайық болған адамдар. Бұлардың жеке-жеке тоқталуға Алла бізге мүмкіншілік берсін. Ол да Мауна шайхасының үлкен ғазауатының шахиді. Үшіншісі Амр деген тағы да бір інісі бар. Үшінші ол білесіңіз Ухудтың шахиді. Құдай қаласа кішкене бұған қатысты да тоқталып өтеміз. Өйткені анасына қатысты бұл жерде бір маңызды мәселе бар, соған байланысты. Одан кейін ең кенжесі Ияс, арасында ең алғашқы иман келтіріп, ең алғашқы шахид болатын да осы Ияс. Пайғамбарымыз саллаллаху алейхи вассалам Меккеден Мәдинаға көшіп келмей тұрып, бұл кісі жараланып шахид болып кетеді. Бір отбасында 4 ер бала дүниеге келеді. Анамыз ол 4 ер баланы жақсылап тәрбиелейді және 4-еуін де Аллаху субхана ва тағаланың жолына құрбан береді. Яғни дүниеден өтуіменен аршының дірілдеуі деген әшейін бір нәрсе емес ол. Аллаху субхана ва тағаланың аршысы дірілдеу үшін аршыны дірілдететіндей дәрежеде лайықты өмір сүру керек. Бұл кісі соған лайықты өмір сүрді. Алла тағала иншалла бізге де бұл кісінің өмірі туралы дұрыс айта алуды нәсіп етсін. Пайғамбарымыз саллаллаху алейхи вассаламға 610 жылы пайғамбарлық келеді, білесіңіздер. Одан кейін пайғамбарымыз саллаллаху алейхи вассалам бүкіл ел жағалайды. 611-де Таифқа барады. Таиф оқиғасы болады. Одан кейін қайтып келіп араға 1 жыл салып Ақаба антында, яғни бұрынғы атауымен Ясриб қой енді. Ясрибтен келген 6 жас жігіт, ішінде Саад ибн Асад ибн Зурара бастаған керемет жігіттер. Пайғамбарымыз саллаллаху алейхи вассалам соларға Ибрахим сүресінен аяттар оқып, олар иманға келіп, ең алғашқы рет осылай Алланың қалауыменен Ясрибке, ескі тілмен айтсақ, қазіргі тілмен айтсақ, Мәдинаның топырақтарына Алладан пайғамбар арқылы келген иман ең алғашқы осылай Мәдинаға келе бастайды. Асад ибн Зурара Мәдинаға келеді, қасында 6 жігіт бар. Әуелі отбасынан бастайды. Отбасы арқылы шамамен бір 30 шақты адамға иман қабылдайды. Одан кейін араға 1 жыл салып 12 кісіменен пайғамбарымыз саллаллаху алейхи вассалам хұзурына барады, Ақабаға. Біз бұған классикалық кітаптар бойынша 1-ші Ақаба анты, кейбір кітаптар бойынша бұл 2-ші Ақаба анты болып есептеледі. Сол антқа 12 адамменен бірге барып, сол жерде Мәдинаның жағдайын айтып, Мәдинадағы иманға келген адамдармен таныстырып, және кетіп баратқанда Асад ибн Зурара пайғамбарымыз саллаллаху алейхи вассалам айтады: "Я Расулалла, біз Құраннан аз білеміз, намазымызды дұрыс оқи алмаймыз. Сол себептен бізге Құран үйрететін, намазымызды дұрыс түзу оқи алатындай дәрежеде бізге бір имамдық қылатын бір адам жіберсеңіз болмай ма?" Пайғамбарымыз саллаллаху алейхи вассалам ешбір тәрәддүтсіз, ешбір күмәнданбастан мойнын кейін қарай бұрады да: "Бұл іске лайықты сенсің, я Мусаб" дейді. Мусаб ибн Умайр осылайша алғашқы рет Мәдинаға хижрет жасаған адамдардан болады. Бұлардың барлығы Мәдинаға келеді. Мәдинаға келгеннен кейін білесіңіз, Асад ибн Зурара деген кісі, иншалла бұл кісінің де өміріне ерекше келеміз. Бөлек адам. Тарихшылар 30 мәселеде алғашқы болған дейді бұл кісіні. Бұл кісінің де өмірін алдын ала сізге бір шамал жарнама жасап кетейік, Құдай қаласа. Осы Асад ибн Зурара Мәдинаға келеді. Мәдинаға келгеннен бастап бүкіл Мәдинаны шаршатады қысқаша. Қақпаған есігі қалмайды. Қасына Мусаб ибн Умайр келеді. Мусаб ибн Умайрге өзінің үйінен бір бөлік үй береді. Тарихшылар әдемі сөйледі дейді, әргі ол кісінің үйі 2 есігі бар еді дейді. Ана батыс есігінен, шығыс есігінен адамдар мушрик болып кіретін, батыс есігінен адамдар мұсылман болып шығатын. Осындай бір керемет завод еді дейді ол кісі. Мусаб ибн Умайр Құран оқиды, дағуат жасайды.
мақсаты осы асылында, дауат үшін келген. Асад ибн Зурара да адамдарды тасиды осыған. Бүкіл адамдарды жинайды мүмкіншілік. Мәдинада кішігірім атақтар шыға бастайды. Білесіңіз, енді бір адам сәл былай популярный дейміз ғой, танымал бола бастаған кезде екі жақтан қатар шабуыл жүреді. Біріншісі дұрыс жағынан адамдар ой жақсы болдың кереметсің, екінші жағынан аяқтан шалатын. Дүнияда да солай. Бұл дүние бір өзгеріссіз қияметке шейін солай жалғасатын нәрсе ғой. Тура сол сияқты бұл кісілердің сәл атағы шығуыменен, Асад ибн Зурараның еркін Мәдинада қызмет етуіменен, Мусаб ибн Умайрдың ақылдылығыменен, ықыластылығыменен Мәдина біртіндеп, яғни Ясриб біртіндеп Мәдинаға айнала бастайды ғой. Тура осы кезде бір күні жиналады. Сол Абдул Ашхал ұлдарына, яғни ауыстықтарға тиесілі болған бір керемет бақша болады. Бақшаның ішінде Марак деген құдық болады. Сол құдықтың айналасына Асад ибн Зурара бір керемет кеш ұйымдастырады. Қазіргі тілмен айтсақ, бір әдемі сондай бір нетворкинг ұйымдастырады. Сөйтіп сол жерге ауыстықтардың, мәдиналықтардың барлығын шақырып, сол жерге Мусаб ибн Умайрды шақырып, ана жерде керемет бір уағыз жүріп жатады. Бұны көргендер Саад ибн Муазға келіп жеткізеді. Ана жерде біздің бақшамызда осындай сенің бауырың деген сияқты. Асад ибн Зурара мен Саад ибн Муаздың арасында туыстық қатынас бар. Жиен, нағашы жиен сияқты бір араларында байланыс бар. Әпкесінің де қатты қаталдығынан Саад ибн Муаз тікелей барып Асад ибн Зурараға бірдеңе айтқысы келмейді. Шешесі өйткен анандай дейді, не ініңді бір еркелігін көтермейсің ба деген сияқты. Анасы кішкене қаттырақ кісі болғасын, шешесінің көңіліне қарап, ананың әрекеттеріне кішкене көз жұма бастайды. Ішінен айтып жатады осы. Егер Асад болмағанда, мен мынау қаңғып келгенді Мәдинадан қуып шығатын едім деп жатыр. Көздің бәрі кімге түсіп жатыр? Мусаб ибн Умайрге түсіп жатыр. Өйткені соның сөзіменен адамдар иманға келіп жатыр. Тура осы оқиғаны пайдаланып келіп айтып жатыр да, ана бақшаның ішіне кіріп алған, құдықтың айналасына отырып алған. Аналар тағы да біздің халықтың миын ашытып жатыр. Айтып жатқан діндері біздің дініміз емес, ата бабамыздан қалған дінге тіл тигізіп жатыр деген сияқты әр түрлі не дейді жаңа қаңқу әңгімелер Саад ибн Муаздың шегіне жетеді ғой, шырқау шегіне. Ашуланады. Өзі барайын десе шешесінің көңілін қимайды. Сосын қасында өзінен кейінгі оң қолы Усейд деген атақты сахаба болады. Усейд ибн Худайр атақты кісі. Бұл кісі да, иншалла, бұның да өмірін айтуды Алла бізге нәсіп етсін. Өте керемет батыр, ерліктер көрсететін үлкен сахаба. Осы кісіні шақырып алады да айтады, Усейд, сен барасың дейді. Мен ана шешемнен кішкене қысылып тұрмын, сол себептен сен барасың. Асад ибн Зурараның сазайын бересің. Сосын ана келімсекті қуасың дейді. Мәдинаға мүлде келмейтін дейді дәрежеде. Сосын жақсы дейді. Бір қолына найзасын, бір қолына қылышын алады. Усейд ибн Худайр да өз алдына бөлек әлем ол деген. Осылайша Марак құдығына келеді ғой. Келе жатқанын Асад ибн Зурара көреді. Жүрісі басқа, түрі басқа, қабақ түйіліп кеткен. Ашуланып. Асад ибн Зурара дереу келіп, Мусаб ибн Умайрға айтып жатыр. Худайр келе жатыр. Жағдай қиын дейді. Бірақ былай деп жатыр, егер бұны өзімізге қаратсақ, онда Мәдинаның тең жартысы біздікі деп жатыр. Хабар беріп қойып жатыр енді. Мусаб ибн Умайрда ешбір моралында бұзықтық жоқ. Кәдімгі спокойно қабылдап, уағызын, насихатын айтып ары қарай отыра берді. Бақшаның ішіне кірді, ашуланып. Мусабқа мүлде хитап алып тұрған жоқ Мусабты. Тікелей Асад ибн Зурара жағадан алады олай. Не білдіріп жүрсің сен? Не мынау? Кедейлер мен жағдайы жоқтардың барлығын жинап алып, мазасын алып олардың. Берекетін қашырып, бұлардың шарасыздықтарын пайдаланып, өздеріңнің қайдағы бір сенімдеріңді тықпалап, ұялмайсың ба сен? Осылай ма сенің әрекетің? Сөгіп жатыр. Кішкене ана
арасында паузаны күтті да сәл тоқтаған кезде айтып отыр: ей қауымының мырзасы деген дауыс шықты. Ей қауымының мырзасы. Артқа қарай бұрылып қалған соң Мусаб ибн Умайр сөйлеп жатыр. Хитапты қара. Тұра тұршы, брат, ішке деп жатқан жоқ та. Ей қауымының мырзасы, әрбір адамға лайықты орнын қою ғой. Пайғамбарымыз саллаллаху алейхи вассалам да үйретеді бұны. Қазір өмірінің соңында тағы да маңызды бір нәрсе айтамын, сол кезде көрсетемін бұл нәрсені. Ей қауымының мырзасы деп анау бұрылды. Айтып жатыр: кішкене сөзімді тыңда. Сәл ғана көңіл бөл деп жатыр. Қылыш пен найза бәрібір сенің қолыңда ғой деп жатыр. Бәрібір сенің қолыңда. Қолыңнан қылыш найзаны алып қойған жоқпыз ғой. Яғни кез келген уақытта қолдануға үлгересің. Бірақ бір сөз тыңда деп жатыр. Ана бұрылды. Не деді? Не айтайын деп. Маркетинг. Аллаху субхана ва тағала өкінішке орай бізге сол жерде не оқылған туралы бір тарихшыларда еш жерден хабар келген жоқ, жеткен жоқ бұл нәрсе. Бірақ алды да аяттар оқыды. Бірінші тізеге құлады, одан кейін жамбасымен отырды. Сол отырғаннан тұрмады дейді ғой. Сол отырғаннан тұрмай қалды дейді. Одан кейін тыңдады, көзден жас кетті, сақалын жуды. Сосын айтып жатыр: менен не қалайсыңдар? Сенен бірақ нәрсе қалаймыз: Алладан басқа бұттардың ешқайсына табынбауды ғана қалаймыз. Монотеизмді қалап жатырмыз сенен. Тек қана Аллаға табынуды қалаймыз. Ол кісі де қабылдады. Артынан калима-и шахадат айтты. Сол жерде жиналып тұрған бүкіл мұсылмандардан тәкбирлер. Сосын керемет бір нәрсе бар, барлығымыздың өмірімізге бір мысал болсын. Иманға келгеннен кейін сразу олай: менің әрі қарай ісім не деп жатыр ғой, мен не істеймін енді? Маған не бар енді деп жатыр. Сен үйіңе бар дейді. Ғұсылыңды ал, жақсы киімдеріңді ки, сосын бізге кел. Вообще Саад ибн Муазды ұмытты ғой. Не үшін келгенін ұмытып қалды ғой. Үйіне кетті, әдемі киімдерін киіп тазаланып қайтып келді. Одан кейін Мусаб ибн Умайр иманнан кейін иман болып тұрады. Намазды үйрете бастады. Намаз былай оқылады. Кәдімгідей жүрек толықтай иманға толды. Ішіне нұр құйылды. Сәлден кейін барып есіне түсті: ойба, мен анаяқтан бір өші берген едім. Менің миссиям мынау еді ғой. Былай деп жатыр: менен кейін бір адам бар дейді. Менен кейін. Егер ол адамның жүрегіне жол таба алсаңдар, бүкіл Мәдина сендер. Сондықтан Мусаб ибн Умайр айтады: әлбетте естіп жатырмыз сол нәрсені. Бірақ сізден бізге бір әрекет, біздің сөзімізді тыңдауға Саад ибн Муазды бізге қарай жібер деп жатыр. О да келсін, бір тыңдасын. Усайд айтады: әлбетте дейді, менің оған сөзім жетпейді, сразу айтайын, ол басқа, ол бөлек әлем. Сол себептен мен оны сендерге жіберемін қазір, бір түрлі. Бірақ суық келеді, бөлек келеді, ол мен сияқты емес ол. Ол келе сала найзалақ тұруы мүмкін. Бәр нәрсеге дайын болыңдар дейді. Алхамдулилля. Сосын Усайд келеді. Саад ибн Муаз жаңағы ауыстықтардың бәрін, басшыларын жинап алған күтіп отыр. Уақыт кетті. Есептеші, иманға келді, иман келтірді, үйіне кетті, жуынды, қайтып келді, намаз. Кеш болды, қысқашасы. Аналардың ашуланып кеткен, түрлері өзгеріп кеткен. Усайд келеді. Сыртынан Саад көріп тұрды, айтты: жігіттер, Усайд кеткен сияқты жатқан жоқ дейді. Түсінді өже бір нәрсе. Өйткені иманға келген адам тек қана киім өзгермейді оның. Оның походкасы да өзгереді. Емес пе? Иманға келдің ба, иманның ішіне анау бұрынғы қалып қойған воровской понятиемен бірдеме алып келмей-ақ қой деп жатыр. Бұл көрсетіп жатыр бұл нәрсе. Ішіне алып келіп, исламның ішіне келіп, иманның ішіне келіп алып, иманға бір жаңалық енгізбей-ақ қой сен. Ислам, иман бұған мұқтаж емес. Сен келген кезде тәслиммен келесің, солай емес пе? Ла илаха дейсің әуелі. Не деген сөз? Ешқандай тәңір жоқ. Алла жоқ деген сөз. Басыңдағы бүкіл Алла ма керек, ана базар ма керек, воровской понятие ма керек, ментовской понятие ма керек, не болса болсыңда қандай понятие бар, сол нәрселердің бәрін тастайсың деп жатыр. Ла илаха дейсің әуелі. Одан кейін барып иллалла. Әуелі иман келтіру үшін әуелі атеист болу керек.
шала сол воровской понятиемен келсең, сосын ішіне алла саласаң, ол екеуі араласса, не бір дін болады, не бір иман болады. Бұны үйретіп жатыр сахабалар бізге. Келатқанда киім өзгерген, жүзі өзгерген, көздің жанары өзгерген, походкілер өзгерген, бәр нәрсе өзгеріп кеткен ғой. Беттен нұр шашып, ана келатқаннан түсінді, ай, что-то не то деп жатыр. Ыңғайсыз жағдай. Келді. Усайд, не қылдың деді. Бардым, сөйлестім ана екеуімен. Сөзге түсінбейтін андай кісілер екен. Мен барғаннан маған бірдемелер айтады. Мен білесің ғой, мен онша сөзге жоқ адаммын. Сөзден бір нәрсе түсінетін, сен барып өзің сөйлеспесең, что-то анау. Былай сыртынан қараса, нормальный жігіт сияқты дегендей. Подход мықты дейсіз. Ашуланады. Усайд, саған қарапайым қатарда бір адамды аласың да шығарып тастайсың деген әшейін бір тапсырма берді ғой. Сонда орындай алмайсың ғой сен. Өмірі қолыңнан бір қарапайым, енді осыдан басқа қарапайым емес болуы мүмкін ба? Әкел деді ана найзаның жолы, ашуланды да. Марақ құдығына келді ғой. Мына жерде салтанатты рәсім болып жатыр жерде. Бәрі күтіп отыр ғой. Жүріп келе жатқан көрді. Асад ибн Зурара жүгіріп келді, Мусаб ибн келе жатыр деді, дайын деді. Мусаб ибн Умайр екі қолын жайды да бірдеме деп сыбырлады дейді. Асад ибн Зурара деп жатыр, құлағымды тоссам бүйтіп айтып жатыр. Я Рабби, ықыласымды арттыр. Я Раббым, ықыласымды арттыр деп жатыр. Қазір бір сәт болады. Бір сәт. Япан япрапан ғой. Я мәңгілікке сол жерде қалып бүкіл Мәдинаның ықыласына бөленесің. Я болмаса бас кете ма керек, жер сүргінге айдалып кетесің ба керек. Ойнайтын ойыншық емес уже. Асад ибн Зур айтады, тыңдасам не айтып жатыр? Я Раббым, ықыласымды арттыр, ықылас. Тек ықыласпен болады. Күш жоқ ол жерде. Атақ жоқ, абырой жоқ, еш нәрсемен жеңе алмайсың. Я Рабби, сен барсың деп жатыр. Мен осы жерге тек қана сенің ризашылығың үшін, тек қана сенің пайғамбарың алып келген дінді жеткізу мақсатында келсем, осы майданда мен жеңіске жеткіз деп жатыр. Саад ибн Муаз ішке кіріп келді. Мусаб ибн Умайрды мұхатап алмайды вообще. Асад ибн Зурараға келді. Ей, оңбаған деп жатыр. Туыстық қарым қатынасың осы ма сенің? Мен сенің ағаңмын. Осы әулеттің, осы ұрудың, осы тайпаның бәрінің басшысымын. Не дейді, екі аяғың сәбит күйде менің арқамнан тұру керек емессің ба сен? Мынау не сенің жүрісің? Айдаладан бір келімсекті алып келіп, жетім жесірлердің бәрін жинап алып миын ашты, ішіміздің ішінен іріткі шығарып, ата бабамыздан келген діндерімізді сөгіп. Асад ибн Зурарада ләм мим жоқ. Мусаб ибн Умайр айтады, ей, не дейді, қауымының мырзасы, қара бізге бері деп жатыр. Не дейді? Не керек саған деп жатыр. Айтып жатыр. Арабтарда бір керемет мынандай бір қағида бар дейді. Арабтар сөздің артында тұратын болған емес. Пайғамбарымыз саллаллаху алейхи салам, Құран оған мұғжиза болып келді дейді. Құран мұғжиза болып келді. Өлілерді тірілту мұғжиза болып келген жоқ. Аса таяқ оған мұғжиза болып келген жоқ. Қылыш оған мұғжиза болып келген жоқ. Не келді? Құран. Сөз келді мұғжиза болып. Пайғамбарымыз саллаллаху алейхи салам бәлағаттың шырқау шеңі дейді ғой. Көркем сөйлеуде. Неге? Өйткені сол заманда адамдар, арабтардың түсінігінде сөз деген нәрсе бар. Соны Мусаб ибн Умайрға Алла тағала басына беріп тұр ғой. Мусаб айтып жатыр ғой, сөз бар емес па ортада? Кел қояйықшы осы сөзді дейді. Мен қазір саған бір сөз айтам дейді. Егер сен соны тыңдасаң, егер ол сөзімді менің қабылдамасаң, мені қуып жіберсең де мен бүкіл елге айтам дейді. Ясрибте Аус деген бір ұру бар екен, сөз тыңдайды екен. Ал егер қазір менің сөзімді тыңдамасаң, қолымда қылыш және найза бар деп соған сүйеніп, менің сөзімді тыңдамай көшеге шығарсаң, немесе мені өлтірсең, мына жерде қауымның бәрі айтады дейді. Ясрибте бір Аус деген тайпа бар екен. Ешқашан сөз тыңдамайды екен. Жер бетінде өмір сүре алмай қаласың деп. Араб атына кір келтіресің деп. Жақсы деді. Қадат, айтшы не айтасың? Айт деді. Құран кәрімнен бір аят оқыды, білмеймін, Аллаху субхана ва тағала бізге білуге есік ашпады не екен, тарихшылар жібергенде бұл нәрсені суреттегенде айтып беретін едік сізге. Бір аят оқыды, тарихшылар былай суреттейді. Усайд
сағатқа қарағанда мықтырақ екен дейді, бірақ ұзағырақ отыр дейді. Усейд біраз ұзақ отырды дейді да. Сағат Усейдтен де слабый екен дейді. Сразу кетті дейді, ана аятты естігеннен сағы суға кетті дейді. Аллаху субхана ва тағаланың сөзінде сондай бір құдірет бар. Мүшриктер былай айтқан: Құран оқытпаңдар дейді. Құранда бір бәле бар, сиқыр бар. Құран тыңдаған адам бірінен соң бірі иман мұсылман болып кете береді. Сол үшін пайғамбарымыз саллаллаху алейхи вассаламның Меккеде пайғамбар Құран оқып жатқан кезде, намаз оқып жатқан кезде айналасын айналып тұрып, ана Құранды мүшриктерге естіртпей өлең айтатын бір группа құрған. Аңдып жүреді пайғамбарымыз. Пайғамбар тұрып бір жерде Құран оқыса, аналар айналасына келіп да деп өлең оқиды. Ана Құранды мүшрик естіп қоймасын. Естігендердің бәрі иманға кете береді. Бүкіл сахабаның өмірін қарасаң, әр сахабаның иманға келуіне бір аят бар. Сол аят олардың өмірінің қазығы. Саад ибн Муаздың да осындай бір аяттан қазығы бар. Өкінішке орай кітаптардың көбісін қарадық, ешқайсында дерек жоқ. Білмейміз қай аят оқыған. Артынан айтып жатыр ғой: мен не істеуім керек? Алладан басқа Алла жоқ дейсің. Монотеизмге шақырамыз сен. Бұттарға иман етпейміз дейсің. Тек қана жалғыз Аллаға иман келтіреміз дейсің. Және Меккеде келген Мұхаммедтің Алла тарапынан келген елші екеніне иман келтіру. Саад ибн Муаз бұны қабылдады. Әрі қарай ісім не деп жатыр? Үйіңе бар, жуан, кел, сенің де бос, пустой қалып қойған, қаңырап қалған жүрегің ішіне нұр құяйық деп жатыр. Бұл нұрдың толуы да Аллаху субхана ва тағала иманнан кейін иман қылған намазбен ғана. Келді, намазын оқыды, 100% өзін Аллаху субхана ва тағалаға тапсырды. Одан кейін иманға келген адам бос отырмайды. Иманға иман отырғызбау керек адамды. Жатсақ болатын еді ғой. Түн ортасында темір язбаға келіп алып, бұл жерде алтауымыз жетеуімізді сүйреп жүрген нәрсені иман Ақтөбеден Алматыға сүйреп әкеліп, бұл жерде бәріміздің басымызды қосып, не үшін жүрміз? Пайда табу үшін жүрген жоқпыз. Иман жатқызбайды. 70-те 80-дегі шалда таңертең тұрып алып, мұздай суға дәрет алып, тырбың ана микрорайоннан мына микрорайонға мешітке алып келетін нәрсе не? Иман ол. Иман жатқызбай жатыр ма? Ол иман тірі деген сөз сенде. Жүрегіңде өліп қалмаса, ол сен мазаңды алу керек ол. Ол сен шаршату керек, ол сен тұрғызу керек, ол сен жүргізу керек. Өйткені сенің әрбір ақылыңдағы нәрсенің бәрін іске асыруға бір генерация болу керек. Түсіндіңіз ба? Мусаб ибн Умайрдің бұл жүрекке құйған иман Саад ибн Муазды тірілтті. Түнде бүкіл ауыстықтарды жинады дейді. Бүкіл ауыстықтарды. Керемет бір несі бар жаңа. Ей қауымым дейді. Мен кіммін сендерге? Мен сендерге кіммін? Бәрі мақтай. Сен біздің мырзамызсың. Сен суперсің. Сен кереметсің. Сен мықтысың. Айтып жатыр. Осы кезге шейін мен сендерді бір алдадым ба? Бір жерге сүйреп апарып жолда қалдырдым ба? Бір қиыншылыққа душар қылдым ба? Бір түсініспейтін жағдайлар болды ма арамызда? Жоқ дейді. Ондай нәрселердің бәрінен сен пәксің деп жатыр. Біз ондай тазасың. Сен қолыңды көтерсең, біз үнемі сенің артыңда жүрдік та, біз үнемі сенімен бірге бақытқа қол жеткіздік деп жатыр. Олай болса мені мұқият тыңдаңдар дейді. Мен Асад ибн Зурараның ертіп келген, Мәдинадан келген мына жігіттің әңгімесін тыңдадым және оның алып келген дінін қабылдадым. Бүгіннен бастап, егер сендер меніменен сөйлесетін болсаңдар, тек қана иман арқылы сөйлесесіңдер. Тек иман. Иманы болмаған адамдармен мен сөйлесе алмаймын деп жатыр. Дефицит бүгін. Болды деп жатыр, әрекеттер осымен тоқтайды. Мусаб ибн Умайр ары қарай жеткізеді. Пайғамбарымыз саллаллаху алейхи вассаламның хұзурына келіп тұр ғой. Пайғамбарымыз бұл оқиға болғаннан кейін дереу келіп тұр елшілікпен. Я Расулалла, өмірімізде ақылымызға келмеген нәрсе өтті басымнан. Бір түнде Саад ибн Муаз бүкіл ауыстықтарды шақырды. Кейбір риуаяттарда 157 адамнан бір күнде биат алды.
пайғамбарымыз саллаллаху алейхи вассаламның жанары жасқа толып кетті андай. Саатты құшақтап тұрып айтып отыр. Саат, Мусаб дейді, сен қандай бақыттысың. Аллаху субхана ва тағала саған сондай бір керемет нәрсені нәсіп етті дейді. Алланың елшісі болып жер бетіне жіберілген менің өзім бір түнде 157 адамнан бет қабылдап көрдім. Айтшы маған, қалай ощущениесі дейді. Жеткіз алмайым тілмен. Бұл менің артықшылығымнан, менің кереметтігімнен емес. Ол жерде сондай бір жігіт бар деп отыр. Мусаб ибн Умейр да Сааттың рекламасын жасап отыр. Сондай бір еркектердің еркегі бір адам бар. Соның келуіменен бүкіл Мәдина иманға келді. Пайғамбарымыз саллаллаху алейхи вассалам екінші Ақаба антында 75 адамменен келеді, кездеседі. Сол жерге келгенде Саатты екі қолынан ұстап, құшақтап, маңдайынан сүйіп, көрмей ғашық қылдың ғой өзіңе. Сені көрген жоқпын, бірақ Саат сондай реклама, Мусаб сондай реклама жасады сені, кәдімгідей ғашық болдым саған. Түсіндің бе? Дәу адамдардың иманға келуі да оқиға подкастымыздың жарты сағатын алып кетті. Енді ұсыз келесі сұрағымыз, бұл Сағат ибн Муаздың ғазауаттарына келетін болсақ, бұл сахабаның ғазауаттарын енді толығымен былай бір ғазауат қылып айта алмаймыз. Сол үшін бөлек айтсақ, оның әрбірінде бір үлкен хикмет жатыр. Сол үшін Бәдір соғысын жайында айтсаңыз. Жалпы Сағат ибн Муаздың иманға келуіменен хиджретке есік ашылады. 75 адамменен, 622 жылы 73 еркек, 2 әйел, 75 адаммен Ақаба антында үлкен кездесу жасайды. Сол кезде пайғамбарымыз саллаллаху алейхи вассалам Сағат ибн Муазбен кездеседі. Сол жерде Сағат айтады: "Я Расулалла, Мәдина сізді қабылдауға дайын. Мәдинада сіздің келуіңізге бүкіл платформа жағдай жасап қойды." Өйткені Меккеде өте қиын жағдай, білесіз бе? Бойкот жарияланған, ырду-дырду болып, әр жаққа мұсылмандар шашырап кеткен. Жер бетінде бір зұлымдық атаулы бір нәрсе болатын болса, мұхаджирлер соның бәрін көрген, татқан, бітіп тұр ғой, бітіп. Сол себептен мұхаджирлердің өмірі, білесіңіз, қалай айтайын, исламда орны мүлде ерекше. Ана сахабалардың категорияларын бөлген кезде ең мықты категориялар кімдер? Дарул Аркамда болғандар, анада болған. Алғашқы 5 категорияның 5-еуі де мұхаджирлерге байланысты. Сол себептен Мәдинаның алғашқы есігі ашылады, жағдайлардың барлығы жасалады. Келіп: "Я Расулалла, мына сахраның топырағынан көзімізді қалай қорғасақ, сізді тура солай қорғаймыз" деп ант етеміз. Биат деген осы үстіне түседі. Осы сөзден кейін Сааттың сама дейді ғой, аспанның есіктері ашылады да Аллаху субхана ва тағаладан пайғамбарымыз саллаллаху алейхи вассалам Меккеден Мәдинаға хиджрет ету туралы аят түседі. Осылайша пайғамбарымыз әуелі бүкіл сахабаларды жібереді. Одан кейін ең соңында Хазіреті Абу Бәкір екеуі, асылында Сухайб Руми үшеу керек еді негізі. Бірақ енді ол кісілердің өміріне келген кезде бөлек айтамыз. Осы хиджрет басталады. Хиджрет келеді, пайғамбарымыз саллаллаху алейхи вассалам көшіп келеді. Көшіп келген оқиғалардың барлығын білесіңіз, иншалла. Асад ибн Зурараның өмірін айтқан кезде хиджрет туралы деталін айтамыз. Өйткені сол кісінің шақыруымен, Мәдинаға сол кісінің алғашқы есікті ашуымен, тіпті Құбаға келген кезде Күлсім ибн Хидминнің үйіне басындағы жағдай қиыншылыққа қарамастан пайғамбарымыз саллаллаху алейхи вассаламды барып күтіп алуы, оны Мәдинаға алып келуі. Одан кейін Хазра жұлдарының үйінен түйенің шөгу оқиғасы, өзі Аюб әл-Ансаридің үйіне барып, сол жерде үйі біткенге шейін, мешіттің құрылысы біткенге шейін тұруы, бұл оқиғаның бәрін сіз жақсы білесіз кинодан да. Осындай бір оқиға болады. Бір күні пайғамбарымыз саллаллаху алейхи вассалам кішкентай Анас ибн Маликке айтады: "Я Анас, жүгір көшеге, ансарлықтардан кімді танысаң, мұхаджирліктерден кімді танысаң, құзырыма шақыр." Тарихшылар әртүрлі, 53-ке, 53, 83-ке, 83, 93-ке, 93 сахабаларды ансарлықтар мен мұхаджирліктерді бауырластырады. Тура осы кезде Саат ибн Муазды пайғамбарымыз саллаллаху алейхи вассалам Саат ибн Абу Ваққаспен бауырластырады.
Убайда ибн Жаррахпен бауырластырды дегенде риуаяттар бар, бірақ дұрыс болғаны, ғалымдардың көзқарасының көпшілігі жиналғаны, білесіңіз, не дейді, мұхажирдің саатын ансарлардың саатына бауырластырды дейді пайғамбарымыз. Екеуі де таразының екі тасы сияқты бірін бірі тартатындай дәрежеде осы екеуін бауырластырады. Саат ибн Муаз үлкен саудагер, енді атақты кісі. Меккеде де бір саудасы болады. Меккеде де Сафуан ибн Умайя ибн Халаф деген кісі бар. Бұл Меккенің атақты мүшриктерінен, мұсылмандарға зардап бергендердің біреуі осы. Осы кісімен екеуінің арасында бір сауда болады. Сол саудаға нүкте қою үшін Саат ибн Муаз Меккеге келді. Меккеге келеді. Бұны Умайя ибн Халаб күтіп алады. Саудалардың нүктесін қояды, алыс берістерінің барлығын жасайды. Сөйтіп шығарып салайын тұрған кезде Саат ибн Муаз айтады, мен Қағбаға тауып жасайын дейді. Умайя ибн Халаб айтады, кешіресің, жасама олай. Өйткені мен қорғап тұра алмаймын сені. Біздікілер Ясрибті жақсы көрмейді. Оның үстіне бізден кеткен Мұхаммедті сендер қабылдадыңдар, оған жәрдем бердіңдер. Бізбен бірге болмай, мұсылмандармен бірге болып кеттіңдер. Қазір ол әңгіме міндетті түрде жерде көтеріледі, сенің Ясрибтік екеніңді білсе. Сосын үлкен дау болады. Сосын мен де сені қорғап қала алмаймын. Басыңа бір бәле келуі мүмкін. Жасама дейді бұл нәрсе. Саат тыңдай ма? Жоқ дейді. Мен Қағбаның түбіне келіп тұрып мұрныма қалай. Сен просто маған ыңғайлы уақытта дейді. Адамдар аз болатын кезде, мен сол кезде жүгіріп айналып шығайын дейді. Сонымен біздің уақытпен примерно зухрдың уақытында барады. Бірақ өкінішке орай Абу Жахилмен кезігіп қалды. Абу Жахил көріп қалады. Кімсің сен? Танымал, атақты кісі енді құрсын. Лидерлер бірін-бірі онсыз да таниды. Бұл ауыстың лидері. Сосын айтады, сен Саат ибн Муаз емесің бе? Ана біздікілер барды ғой сендерге. Сендер не қабылдадыңдар оны? Қабылдаймыз біз, сіздікілер келген былай тұрсын, біз де мұсылман болдық. Сол жерде айқай басталады. Абу Жахил айтады, тайраңдатып Қағбаның ортасында жүре алмайсыңдар сендер былай. Ауыр сөздер айтады. Саат ибн Муаз да ауыр сөздер айтады. Ортада айқай шу басталады. Тура сол кезде Умайя ибн Халаф келеді. Ол да келіп жау жағадан алғанда ит етектен алады деп. О да Абу Жахилдің көзіне жақсы көріну үшін о да барып Саатқа былайша айтқанда таласып кетеді, жабылып кетеді. Жағдайдың ушығып баратқанын түсініп, Саат бұрылып кетіп баратады да тоқтайды да былай дейді ғой. Қара. Сұмдық бір әңгіме. Маған қатты әсер етті. Кетіп баратып айтады. Умайя, біздің пайғамбарымыз, сендердің бауырларың бір күні былай деді дейді. Умайя ибн Халаф деген бар. Меккеде мүшриктердің ішіндегі залымдарынан біреуі. Сол алғашқы ғазауатта өледі деп айтты дейді. Осы айтады, жоң болсын дейді. Бұрылады да кетіп қалады. Умайя ибн Халаф артынан жүгіріп келе жатыр. Кім оны Мұхаммед айтты ма, шын айтып тұрсың ба, өтірік айтып тұрсың ба? Түсіндің бе? Асылында мүшрик, бірақ иман келтіріп қойған ғой негізі. Түсіндің бе? Болмаса сенбейтін болса, о не демейді дей салмай ма? Өйтіп жатқан жоқ. Бұл Саат ибн Муаздың көзбен көрген нәрсесі. Осылайша кетті, тарихшылар суреттейді ғой. Ол негізі Бәдірде өледі асылында. Бірақ Бәдірде физически өледі. Рухани Саат ибн Муазбен әңгімелескен күннен бастап күнде өлді дейді ол, күнде. Ішкені ірің, жегені жырың, бытшыт болып кетті дейді. Даже үйіне келді дейді, әйеліне келіп айтып жатыр дейді, маған ана Мұхаммед өледі депті деп. Әйел екеуінің мазасы кетеді, ойбай шықпай шайық. Бәдір шайқасы ойнап жатыр. Бүкіл жаңа мүшрик лидерлердің бәрі жиналады. Абу Суфиян үлкен жиын өткізеді. Бәрі жинап, Умайя ибн Халаф айтады, кел, бармаймын дейді мен. Сендер естідіңдер ғой өткенде Мұхаммед өлесін деп айтты. Сен жындысың ба, қалай бармайсың? Сен бармасаң целый руың ешкім келмейді ғой. Ладно дейді, сен бармай-ақ қой дейді, хотя бы алып шық. Ана талпа руың бәрін алып шық, бір 100 адам, 200 адам. Сосын ана Меккенің сыртына шыққаннан кейін, ой ауырып тұрмын деп, кейін қарай кетіп қаларсың. Соны әскерді біз әрі қарай алып кетерміз. Сен мен бармаймын деп жатып алсаң, ана 300 адам бармай қалады ғой.
амал жоқ, ана әйелмен қоштасып, жүректе тыныштық жоқ жаңағы. Шығады. Сонымен анау болады, сонымен мынау болады. Несіне миыңда штейін, бір түрлі Бәдірге дейін барады ғой. Бәдірге барады да, Билал радиаллаху анхудың қолынан жаны жаһаннамға кетеді ғой қысқашасы. Бірақ иман келтірмеген. Аллаға иман келтірмеген адамдардың әрекеттері ол. Сағат ибн Муаз тірі адамды өлтіреді ғой. Бәдір шайқасы. Бәдір шайқасы асылында бір арнайы шайқас емес, бұрын сахабалардың өмірінде де айттық. Ол не еді? Қорғану бір операциясы еді. Өйткені Меккеден мұсылмандар хабар жеткізді. 1000 түйелік бір үлкен Шамға сауда жіберді керуен, қару-жарақ алып келеді. Қару-жарақ алып келуінің мақсаты да сол сендерді барып жермен жексен ету. Бұны естіген пайғамбарымыз саллаллаху алейхи ва саллям бұны алдын алады. План не құрылады? Шамнан шыққан керуен Бәдірге соқпай Меккеге жете алмайды. Міндетті түрде құдықтан запас ету керек. Мал су ішеді, өздері су ішеді деген сияқты. Сосын сол жерге барады да пайғамбарымыз саллаллаху алейхи ва саллям айтады: "Осы жерден обороннан ұстаймыз, олар суға келген кезде бүкіл қару-жарақтың бәрін тартып аламыз" дейді ғой. Мушриктердің арасында мұсылмандардың агенттері болған сияқты, мұсылмандардың ортасында да мушриктердің құлақтары бар. Олар не істеді? Абу Суфиянға жеткізді. Мұсылмандар осылай әскер алып, сені алдан күтіп алуға кетті. Бәдірде сендерді күтеді. Абу Суфиян Абу Жахилдің қасына 15 түйелік бір не дейді? Адам беріп, 15 түйеге су артып, Бәдірге жетпей алдынан күтіп алып, түйелердің бәрін сол жерден сулап, бүкіл керуенді қару-жарағымен бәрімен басқа жолмен алып кетіп қалды. Пайғамбарымыз саллаллаху алейхи ва саллям Бәдірдің басында отырады, қараса керуен жоқ, керісінше 1000, кейбір риуаятта 1200 мұздай қаруланған мушриктер келіп тұр ғой Бәдірге. Бұлар мынаяқтан келетін керуенді күтіп тұр, әскер келіп тұр ғой. Дайын дейсіз ғой. Осы кезде пайғамбарымыз саллаллаху алейхи ва саллям Бәдірде отыр еді дейді. 313 адаммен. 313 Бәдірлік. Бәдір ғазауасына 313 адам қатысқан. Оның 74-і мұхаджир, 239 ансарлық. 74-і мұхаджир, 239 ансарлық. Пайғамбарымыз саллаллаху алейхи ва саллям айтады: "Бауырларым, осындай жағдайға тап болды. Не істейміз, ойларыңды айтыңдар" дейді. Соғысайық па әлде? Өйткені тарихшылар айтады, ол жерде оларда мүмкіншілік бар еді дейді. Ешқандай ештеңе болған жоқ. Просто идеямен ешкімді соттай алмайсың. Не алып жүрсің деп? Аң аулап жүрміз. Сауда жасап жүрміз. Деп кетіп қалса да болады негізі. Соны сұрап жатыр ғой енді пайғамбарымыз саллаллаху алейхи ва саллям. Не дейсіңдер жігіттер? 1200 адам 200 аттылы. 313 адам 2 аттылы. Осындай дәрежеде. Бір-біріне немеренно күш қой енді. Қалай қыламыз? Не дейсіңдер деп жатыр. Абу Бакр радиаллаху анху отырды. Бірінші сөз соны кетті. Былай деп айтты: "Я Расулаллах, біз саған иман еттік, артыңнан ердік, сөзсіз де" деді. Біздікі иттиба. Керуіміз. Болды. Сұрама бізден деп жатыр. Орныңнан тұрып, ал кеттік десең, артыңнан ереміз. Орныңнан тұрып, жүріңдер қайтамыз десең, сізбен бірге қайтамыз. Отырды. Пайғамбарымыз саллаллаху алейхи ва саллям Абу Бакрге әрдайым разы. Ол күнді да сол сөзіне разы болды, кәдімгідей мәз болды Абу Бакрдың бұл сөзіне. Бірақ әңгіме бұнымен тоқтамады. "Бауырлар" деп жатыр. "Не істейміз, ойларыңды айтыңдар" деді. Екінші сөз Хазіреті Омар радиаллаху анхуға келді. Омар всегда Омарша тұрады ғой кәдімгі. Айтты: "Я Расулаллах, біз сенің қолыңдағы қылышыңбыз" деді. "Шайқасаң шайқаламыз, қанына тықсаң тыныш отырамыз. Сөзсіз де" деп жатыр. "Сұрама бізден. Кез келген нәрсеге дайынбыз." Пайғамбарымыз саллаллаху алейхи ва саллям Хазіреті Омарға сондай разы болды, бірақ әңгіме бұнымен тоқтамады дейді. "Бауырлар, нағыламыз, қайтеміз, не істейміз?" Миқтат ибн Амр тұрды: "Я Расулаллах" деді. "Біз Бәни Исраилдің Мұсаға жасағанындай жасайды деп тұрсыз ба?" деп жатыр. Не деген еді олар? "Сен Алла екеуің барып соғысыңдар, біз осы жерде отыра тұрамыз. Жеңіп болғаннан кейін ысқырып бізді шақырыңдар, біз майданға шығамыз" деді. "Құдайың екеуің соғысыңдар, сен пайғамбар емессің бе? Біз өйтпейміз" деп жатыр. "Сен орныңнан тұрсаң,
біз саған иман келтіргенбіз, сенің артыңнан жүреміз, біз мүминдерденбіз деп. Пайғамбарымыз саллаллаху алейхи вассалам Миқдат ибн Амрға бөлек және қарым қатынасын жасады да айтып жатыр, жігіттер не істейміз? Әңгіме тоқтамады. Түсінді Саад ибн Муаз. Орнынан тұрды, я Расулалла. Бәлкім сен ансарлықтардың міненесін білгің келіп жатқан шығар деп жатыр. Пайғамбарымыз саллаллаху алейхи вассалам көрді, иә деп. Өйткені 239 адам осылардан. Мұхаджирлер не көрмеді дейсің құстың басынан? Тастың үстіне өлтірді, көмірдің үстіне жақты, құмның үстіне тастады, үстіне тас бастырды, түйемен сүйреді, білгендерін істеді. Не жасаса жасасын иманнан қайтпаған адам ғой. Олардың сөзі пайғамбарымыз саллаллаху алейхи вассаламды не істеп тұрған жоқ андай бір қатты. Мен сендерге сенімдімін ғой деп жатыр. Бірақ ап деген кезде 74 адам қалып қоймайды деп жатыр. 74 адам. Сондықтан маңызды сіздің мінезіңіз. Саад ибн Муаз тұрып айтып жатыр. Сен мені тыңдағың келіп тұр ма? Олай болса тыңда, я Расулалла. Біз саған иман еттік және саған биат еттік. Хайырлы және шәрлі, тар және кең жағдайлардың барлығында сахрадан көзімізді қалай қорғаймыз десе, солай қорғаймыз деп ант еттік. Бізден ешбір тәрәддүтін болмасын. Артына қарай бұрылды да былай тұрып айтты. Артына қарап тұр. Артында ансарлықтар ғой. Я Расулалла деп жатыр. Міне мына жерде 30 километр жерде Қызыл теңіз бар. Қазір сенің тарапыңнан ансарлықтар барыңдар да Қызыл теңізге батып кетіңдер десең, біреуі ләм мим демейді, ешқайсысы да артына қарамайды, сұрамайды неге деп. Барамыз да батамыз деп жатыр. Бізден ешбір переживание болмасын. Пайғамбарымыз саллаллаху алейхи вассалам орнынан тұрды да джихаду фи сабилилля деді. Болды, енді кіреміз. Болатын іс болды. Болатын іс. 70 мушрикті әсер алды, 14 мұсылман шәйит берді. Осылайша Бәдірден Аллаху субхана ва тағаланың жазуымен оралды. Иншалла. Келесі соғыс Ухуд шайқасын айтсақ. Ухуд шайқасы, білесіңіз, пайғамбарымыз саллаллаху алейхи уассалам қазіргі таңдағы пайғамбарымыз саллаллаху алейхи мешітіне жақын жерде, Құдай қаласа ертең барсаңдар көресіздер, Хазіретті Абдул Хамид хан хазіретлерінің заманында салынған сол жерде бір үлкен темір жол бар. Темір жол исторический памятник дейді ғой, ежелгі бір ескерткіш жәдігер, көне жәдігер ретінде сақталып тұрады. Ол темір жол жүрмейді, басқа темір жол. Сол темір жолдың тұрған, пиронның тұрған жері алды. Сол кезде пайғамбарымыз саллаллаху алейхи вассаламның плацы болған. Билал радиаллаху анху Ухудқа азан айтады. Пайғамбарымыз саллаллаху алейхи вассалам сол жерге, сол жіді вокзалдың тұрған жеріне бүкіл әскердің барлығын жинайды. 1000 адам жиналады. 1000. Бірақ Ухуд жақын жерде болса да, Ухудқа барғанға шейін мұнафықтардың әртүрлі өсек таратуыменен 300 адам кейін қарай қайтып кетеді. Ухудқа, шайқасқа, қызу шайқастың ішіне неше? 700 адам барады. Сол себептен ауыр үлкен күнәлардың біреуі қызысқан шайқастың ішінде қашқандар ауыр күнә жасаған болып есептеледі дейді. Аят бар бұған байланысты. Мушриктердің, мұнафықтардың, мұсылмандардың үстіне түскен аят бұл аят. Осылайша Ухудқа келеді. Ухуд білесіңіз енді шайқас. Жағдай қалай болды? Ухудтың басы Бәдір. Білесіңіз, әуел жеңіс болады, одан кейін жеңіліс болады. Пайғамбарымыз саллаллаху алейхи вассаламның былай қолтығын былай тіреп жастанатын 6 атақты үлкен сахабалар сол жерде шәһид болады. Пайғамбарымыз саллаллаху алейхи вассалам қатты қайғырады. Осы күні Саад ибн Муаз пайғамбарымыз саллаллаху алейхи вассаламның айналасында кәдімгідей қаһарман ретінде бүкіл уақытты қағып тұрады. Шайқас біткеннен кейін пайғамбарымыз саллаллаху алейхи вассалам келеді, я Расулалла, бауырым Амр Алланың рахметіне көшті деп жатыр. Шәһид болды Амр. Сосын пайғамбарымыз саллаллаху алейхи вассалам артынан дұға қылады. Сол кезде айтады, шешем жүгіріп келе жатыр, шешем. Ухуд деген, білесіңіз, Мәдинаның жанында. Ертең барсаңыз, көресіңіз, бұл жер зиярат етілетін жер, қажыларды зияратқа апарамыз бұл жерге.
сол жерге барсаңыз Ухуд деген тиіп тұр, көрініп тұр Мәдинадан. Шешем жүгіріп келе жатыр. Неге жүгіріп келе жатыр білесіз ба? Мусаб ибн Умайр шахид болады ғой. Мусаб ибн Умайр шахид болған кезде пайғамбарымыз саллаллаху алейхи ва салламға қатты ұқсайтын сахаба. Осы кезде мушриктер арасынан не шығарады жаңағы? Мұхаммедті өлтірдік деген сияқты саллаллаху алейхи ва саллям. Осы кезде әңгіме тарап кетеді. Мұсылмандардың өздері де бүйтіп қиналып қалады, қалай болды деген сияқты. Сол әңгіме Мәдинаға жеткен ғой. Бұл әңгіме құлағына тиген кезде Умму Саад жаяу жүгіріп келеді ғой, жаяу. Кәдімгідей Ухудтың майданына. Соны көріп тұрады, жүгіріп келе жатқанын Саад айтып жатыр: "Я Расулалла, сіз барып айтыңызшы" дейді. Шешем жүгіріп келе жатыр. Мен барып Амрдың дүниеден өтуін айтуға тағатым жоқ. Пайғамбарымыз саллаллаху алейхи ва саллям жақсы дейді. Умму Саадтың алдынан күтіп алады. Анау жүгіріп келе жатады да пайғамбарымызды көріп қалады. Көріп қалады да былай кейін қарай шорт бұрылып кейін қарай жүгіреді. Ол тірі екенсің ғой, тірі екенсің ғой. Тірі екенсің ғой. Пайғамбарымыз саллаллаху алейхи ва саллям айтады: тоқта. Бүкіл Мәдина сені өлді деп жариялап жатыр дейді. Шыдай алмай сені көру үшін арнайы келдім дейді. Жүрегімде сондай бір фариха, керемет бір қуаныш бар. Сенің тірі екеніңді көзбен көруден артық бір бақыт бар ма деп жатыр өмірде. Пайғамбарымыз саллаллаху алейхи ва саллям айтады: "Я Умму Саад, бақытыңның үстіне бақыт қосайын ба саған" дейді. Бақытыңа тағы да бақыт қосып берейін ба деп жатыр. "Иә, не бақыт? Сенің ұлың Амр Ухудтың шәһиді болды" деп жатыр. Шешесіне дейді: "Уаллахи шәһидтің шешесі болдым ба?" Пайғамбарымыз саллаллаху алейхи ва саллям ана сөзді күтпей қалды дейді. Пайғамбарымыз да жылап жіберді ғой. Айтып жатыр: "Сен бүкіл мәдиналық шәһидтердің шешесіне мына сүйіншіні апарасың ба" деп. Ана кісінің не дейді жаңағы, несін басып жатыр ғой енді, қалай айтады. Баяғыда медреседе ұстаздар ұратын. Сосын ана қатты тиіп кеткен жерде айтады: "Енді тозақта өртенбейді ұстаздың." Жуып шайғандағы кескіні ғой енді. Тура сол сияқты пайғамбарымыз саллаллаху алейхи ва саллям ана жуып шайып жатыр ғой, айтып жатыр: "Бүкіл шәһидтің шешелеріне барып мына сүйіншіні сұра" дейді. Кімнің үйінен шәһид шыққан болса, ертең ақыретте түгел отбасына шапағат шығады. Түгел үйінен бір шәһид бәрі құтылды деген. Анамыз қуанды да кетті дейді. Баласының өлгенін ұмытты. Қуаныштан сонда. Кейде таңертең балаларымызды мектепке оятуға, шешесіне таң намазға оятшы ананы деші, тимеш, жата тұрсыншы. Таң намазына тұрып, мұздай суға тұрғызып, қасымызда намаз оқуға қимайтын баласын, бұл біздің заманның шешелері ғой. Ана заманның шешелері айтып жатыр: "Нағып жүрсің сен" деп жатыр. Сағатқа айтады ка шамалдайын. "Нағып жүрсің сен үйде." Пайғамбарымыз саллаллаху алейхи ва саллям ана жерде шепте тұр соғысқа. "Сен үйде не істеп жүрсің" деп жатыр. "Сен соның қасында тұру керек емес пе едің? Сен соған лайық емес пе едің? Сені соған лайық қылып тумап па еді" деп жатыр. Түсіндің? Кейде ана адамдар ойлайды ғой: "Мә, қалай бұл? 31 жасында иманға келген. 37 жасында шәһид болған. 6 жыл имани өмірі, оның ішінде 5 жыл ғана пайғамбарымыз саллаллаху алейхи ва салламмен болған адам туралы айтып жатырмыз. Бір 80 жыл өмір айтып жатқан сияқты." 80 жыл емес құрсын. Бар жоғы 6 жыл ғой. 6 жылдың әңгімесін әлі бітіре алмай жатырмыз. Аллахумма салли. Осы соғыстардың ішінде сіз ислам дінінде, осы ислам тарихындағы ең бір ерекше соғыстардың бірі ол Хандак шайқасы. Хандак шайқасы жаңағыдай ор қазылып соғысады. Сол Хандак шайқасы жайында айтып берсеңіз бір. Хандак шайқасы туралы детально, жаңағы тафсилиян дейді ғой. Басынан соңына шейін детально. Хузейфа әл-Ямани. Айттық па біз бұл кісіні? Иә. Айттық. Сол кісінің өмірінде Хандак туралы басынан соңына шейін айттық. Қысқаша естімеген адамдар болса, сәл хабар берейік, бірақ Хузейфаның өмірін көрсеңіз, о жерден Хандак көз алдыңызға елестейді. Хандак деген асылында білесіңіз, ор мағынасын білдіреді. Арабтар бұрын соңды бұндай соғыс көрмеген асылда. Бұл пайғамбарымыз саллаллаху алейхи ва саллям қандай да бір елдің басына күн туатын бір жағдай болса, мейлі қуаныш, мейлі қайғы, үнемі сахабалармен истишара жасаған, ақылдасқан. Бір диктатор болмаған, яғни.
отырып мына мәселені не істейміз, мына мәселені қалай. Хандак шайқасы туралы да хабар келген кезде сахабаларды жинап ақылдасқан. Әркім әртүрлі ойлар айтқан, ұсыныс айтқан, тарихшылар санайды бұл нәрселердің бәрін. Соның ішіндегі ең ұтымды ойды сол заманда Сәлман әл-Фариси айтқан. Сәлман әл-Фариси өзі білесіңіз Персиядан келген. Ол кісі ұсыныс тастап жатыр. Хандак қазайық деді. Пайғамбарымыз салам қызық болды. Ол хандак деген қалай? Біздің заманымызда ескіде сондай бір шайқастар болады. Егер күшіміз аз болса, шамамыз жетпейтіндей дәрежеде болса, онда оборонительный позицияда соғысатынбыз. Қорғану күйінде бір соғыс. Мынандай қамалдар құратынбыз, алдымызға хандактар қазатынбыз деп ана нәрсенің бәрін пайғамбарымызға түсіндіреді. Бұл ой пайғамбарымызға ұнайды. Осыдан пайғамбарымыз саллаллаху алейхи вассалам 9,5 километр ұзындықта. Мынада Мәдина деп алатын болсақ, мына жерлерінде құрма бақтары бар. Сол мына құрма бағы біткен жерден бастап, бұлай мына құрма бағы басталған жерге дейін ғой былай. Үш тараптың бәріне хандак қазады. Міне анда бір 5-6 километр құрманың жері. 9,5 километр. 4,5 метр тереңдікте. Ат ішіне түсіп кетсе шыға алмайтын дәрежеде. 5 метр енінде. Осындай үлкен хандак қазады. Үлкен оқиғалар. Жабир ибн Абдуллахтың өмірін айтқан кезде хандактан болған оқиғаларды айттық. Бір күн қазылған хандак емес ол. Осылайша хандак қазылады. Үлкен қамалдар тұрғызылады. Осылайша үлкен шайқас басталады. Айша анамыз риуаят етеді. Пайғамбарымыз саллаллаху алейхи вассалам мені үйден шығып бара жатты да хандакқа былай деп айтты дейді. Умму Саадтың үйіне бар. Өйткені Мәдинадағы ең керемет үйлер соның астында бункерлері бар. Керемет этажды. Әкімнің үйі ғой енді. Хадиша анамызды соған жіберіп жатыр. Не болар, не болмас. Может жеңерміз, может жеңілерміз. Баса көктеп жау ішке кіруі мүмкін. Сол кезде сендерге бір жаманшылық болмасын деп Умму Саадтың үйіне бар дейді. Айша анамыз жақсы дейді. Осылайша келе жатырым дейді. Үйге кірдім, мен кірсем, мен былай дейді, міне Саад ибн Муаз екеуміз осылай өттік дейді бір-бірімізге. Сонда суреттеп жатыр. Бойы ұзын дейді. Не дейді? Күлер жүзді. Түрі былай добрый. Көздері үлкен. Қою қара сақалды. Үстіне иықтары, жауырындары екі адамды мінгізіп алғандай. Здоровый. Осылай өттік дейді қасымнан. Бір байқағаным, қолдары ашық кетіп барады дейді. Мынандай ғой не? Сауыты мына жеріне шейін жеткен. Мына жерлері ашық. Қасымнан өтіп жатқанда соны көрдім деп жатыр. Ішке келдім де Умму Саадқа айттым дейді. Ана кетті, Саад қолдары ашық кетті ғой. Сосын айтты. Басқа істейтін ісіміз жоқ, Алла жар болсын. Барлығы бүкіл әскер шепте тұр, бұл үйде жүр. Ұрсып жатыр шешесі. Неғып жүрсің сен деп жатыр. Пайғамбар ана жақта шепте тұр, сен үйде неғып жүр? Сауытым таумай жүрмін дейді. Сауытым қайда? Кейбір риуаяттарда өзінікі, кейбір риуаяттарда өзінің сауытын таба алмай, інісі Амрдың сауытын киді. Амр кішкентай, сол себептен қолдарында кетеді дейді. Саад ибн Муазды осылай суреттейді. Жүгіріп пайғамбарымыз саллаллаху алейхи вассаламның қасына келеді. Келсе уже соғыс басталып кеткен, у-шу қым-қиғаш болып жатыр. Пайғамбарымыз саллаллаху алейхи вассалам дереу тұрып не деді? Саад деді. Арттағы яһудилер. Құрма бағында Бәни Хурайза деген яһудилер бар. Бұл яһудилер мұсылмандардың зимметінде, яғни мұсылмандардың қол астындағы бір яһудилер. Уасиқатул Мәдина деген Мәдинада бір үлкен договор, келісімшарт жасалған. Сол келісімшарт бойынша мұсылмандар оларды қорғауға міндетті қысқашасы. Олар соғыспайды. Бірақ мына жерге шейін хандак қазылған, мына жерде құрма бар ғой. Осы құрма жағында олар өмір сүреді. Қысқашасы құрманың басым көпшілігі солардың қолында ғой. Түрлі әртүрлі қауесеттер естіліп жатыр. Пайғамбарымыз саллаллаху алейхи вассалам айтады. Саад Бәни Хурайзаны қараш дейді. Иханетте ма, садақатта ма? Бізбен бірге ма, әлде бізді сатып жіберді ма? Жота жақсы емес әңгіме келіп жатыр сол жақтан.
Жақсы деді. Саад ибн Муаз қасына бірнеше адамдарды алды, шықты, барды да қайтып келді. Пайғамбарымыз саллаллаху алейхи соғыстың тактикаларын үйретіп жатыр сахаба. Уже қым-қиғаш соғыс болып жатыр. Соғыстың тактикаларын үйретіп жатыр да Саадты көрді. Саад не деп жатыр. Саад келіп түсіндіріп жатыр ғой пайғамбарымыз саллаллаху алейхи. Ана жерде енді онсыз да ситуация жақсы емес. И так қиыншылықтың үстінде тұрған кезде келіп, ойбай жағдай қиын, олар бізді сатып кетті десе, сахабалар тағы да құлайынып тұр да. Сол үшін Саад тұрды да пайғамбарымыз саллаллаху алейхи адал уа кара деп жатыр. Бұл екі тайпа, кешегі Бәни Лихянның екі тайпасы ғой. Бәни Лихян тайпасының ішінен екі ұру бар. Өткен сабағымызда Хубайб ибн Адиді сатқындықпен өлтірген екі тайпаның ұруы, екі ұру тайпа. Бәни Лихян тайпасының ішіндегі екі ұру. Айтып жатыр, кеше аналарды сатты ғой, мыналардың да ісі сол деп тұр. Түсінген түсінді, түсінбеген түсінбеді оны. Бәрібірдей түсінетіндей дәрежеде емес қой. Пайғамбарымыз саллаллаху алейхи вассалам проблеманың бар екенін білді. Не істейді енді? Жағдай қиналды, қиыншылықтар басталды. Пайғамбарымыз саллаллаху алейхи вассалам тактикалар іздеп жатыр. Былай ойланды. Гатафан ұруының ішінде Уяйна ибн Хасна деген бір лидер бар. Сол лидермен сөйлесейін. Соған айтайын, сен мүшриктерді тастап кетіп қал. Мүшриктерден шығып кет. Егер шығып кетсең, Мәдинаның мақсулының 3/1 сендерге берем. Мақсул деген уражай. Уражайдың 3/1 сендерге береміз деп айтам деп сол жерде ақылдаса бастайды. Саад ибн Муаз бен Усайд ибн Худайр бұны естіп келеді. Саад айтып жатыр, я Расулалла, осындай нәрсе естіп жатырмыз ғой дейді. Бұл сіздің өзіңіздің ойыңыз ба, әлде Алладан келген әмір ма? Қалай сөйлеседі адамдар? Пайғамбарымыз саллаллаху алейхи вассалам айтады, жоқ, менің өзімнің ойым деп жатыр. Онда қателестіңіз дейді. Жасамаңыз. Біз мүшрик кезімізден білеміз оларды. Гатафанмен келісу бисмиллахи. Олармен тек қана қылыштың үстінен сөйлесеміз, басқа вариант жоқ. Ол кәсене мақсулды алып алады, сосын мүшриктер қосылып кетеді. Сенуге болмайды оларға деп жатыр. Пайғамбарымыз саллаллаху алейхи вассалам қатты қуанды, Саадты құшақтады. Осындай дәрежеде маған келіп ақиқатты айтатын адамдар бар екеніне қуанды. Сөйтіп тура сол мезетте өкінішке орай көктен бір оқ ұшып келді да Саад ибн Муаздың тура қолына қадалды. Күре тамырды қопарды. Оқтың екі жағынан бірдей қан атқылады. Саад түсінді жағдайды. Сразу екі қолын жайып айтып жатыр. Я Раббым дейді. Егер мүшриктер бұдан кейін пайғамбарымыз саллаллаху алейхи вассаламның алдына шықпайтын болса, онда менің жанымды ал дейді. Егер бұл мүшриктер қайтадан пайғамбарымыз саллаллаху алейхи вассаламның алдына шығатын болса, онда пайғамбардың артына мені бір тірек қылып өмірімді сақта. Деді да жерге құлады. Сахабалар көтеріп Мәдинаның жанына алып келді. Пайғамбарымыз саллаллаху алейхи вассалам сол жерге шатыр тіктіріп, Руфайда әл-Ансари деген жаңағы медсестра дейміз ғой, дәрігер ретінде танылған бір әйел сахаба бар, сол сахабаның басына қойды да қанды тоқтат деді. Қан. Күре тамыр ортасынан екіге бөлініп қалған. Ол заманда операция жасау жоқ, қалай тоқтатады? Осылайша Саад ибн Муаз госпитальге түсті. Сіз жаңа айтқан Бәни Хурайза тайпасымен қақтығыс болды ғой. Сатып кетті. Соның жалғасын. Ары қарай қақтығыс немен жалғасты? Пайғамбарымыз саллаллаху алейхи вассалам айтады, мен үйге кірдім. Үйге кіріп сауытымды шешіп жатсам, Джабраил алейхиссалам келіп дейді. Айтып жатыр, я Расулалла, сен сауытыңды шешіп жатсың ба деп жатыр. Я деді. Біз періштелер әлі сауытымызды шешпедік деді. Шошып кетті пайғамбарымыз. Не болды деді. Бәни Хурайзада бітпеген бір іс бар деді. Дереу пайғамбарымыз саллаллаху алейхи вассалам сауытты киді, далаға шықты. Қайтадан әскер жинады. Шашылып жатқан жер адамдар. Шашылып. Біреудің аяғы жоқ, біреудің қолы жоқ, біреудің көзі жоқ, орнынан тұруға шама жоқ. Пайғамбарымыз саллаллаху алейхи вассалам айтты, тұрыңдар. Бәни Хурайза келді. Келсе, тап тұйнақтай қылып бекініс жасап алған ғой, бекіп алған. Кәдімгі сыңылау жоқ. Мұздай болып қаруланып алған, оборонаны мощный қылып ұстап алған. 15 күн сол жерде шайқасты.
15 күн. Ең соңында мұсылмандардың соңына шейін тұратын түсінген яһудилер мынандай әңгіме айта бастады. Біз баяғыда Саад ибн Муазбен арамызда бір келісім шарт бар еді. Одан кейін Уасиқатул Мәдина бар. Ана договордың үстінен секіріп, ана заманда біздің бір договорларымыз бар еді деген сияқты. Соны айта бастады. Пайғамбарымыз саллаллаху алейхи ва саллям айтты: барыңдар, қараңдар Саадтың жағдайын көріңдер дейді. Саад егер келе алса келсін, келе алмаса бұзып кіреміз дейді. Болды. Саадқа келді. Осындай жағдай болып жатыр дегеннен кейін Саад барам деп шықты. Көліктің үстіне мінгізді, Саадты алып келе жатыр. Алдымнан неше түрлі адамдар шықты дейді ғой бүйтіп. Мушриктер, нелер жаңағы яһудилер бар. Не дейді, мұнафықтар бар. Саад байқа. Саад ана ішінде қаншама доллармен, ақшамен сауда жасап жүрген адамдар бар ғой, аналарға тиме деген сияқты. Симпатия танытып, лишний қатты айтып жіберіп жүрме, үйтіп жіберме, бүйтіп жіберме деген сияқты. Ақша өлтіріп баратыр. Саад екі қолын Аллаға жайып айтып жатырмын дейді: я Раббанал Карим, маған әділ үкім жасауға мүмкіншілік бер. Маған әділдіктің үстіне тұруға шама бер, күш қуат бер. Сөйтіп Саад ибн Муаз келді дейді. Бәни Хурайза келатқанын көріп пайғамбарымыз саллаллаху алейхи ва саллям айтып жатыр. Ей арабтар дейді, орындарыңнан тұрыңдар, мырзаларың келеді. Пайғамбарымыз саллаллаху алейхи ва саллям бір үйдің ішіне кірген кезде сахабалар орнынан тұрғанда не деген? Ажамдар сияқты. Жаңағы орнынан тұрып күтіп алмаңдар олай. Орындарынан тұрмаңдар деген. Мына жерде Саад ибн Муазға келді айтып жатыр. Мырзаларың келе жатыр, орындарыңнан тұрыңдар деп жатыр. Хадис, екі хадисте келтіреді тарихта. Бәрі орындарынан тұрып Саад ибн Муазды осылай күтіп алды. Пайғамбарымыз саллаллаху алейхи ва саллямның Саад ибн Муазға берген орны ғой. Келді. Осындай жағдай болып жатыр дейді. Бұрын сендердің араларында бір келісім шарт бар көрінеді. Сол келісім шарттың деңгейінде бұлар арамызға хаким Саад болсын деп жатыр. Не дейсің деді. Жақсы деді. Ей яһудилер, мені араларыңа хаким тағайындағандарың рас па? Я, рас. Мен үкім шығарсам соған мойынсынасыңдар ма? Мойынсынамыз. Үкімді сендерге Таураттан ба берейін, әлде Құраннан ба берейін? Сахабалар бір-біріне қарайды, мынау Тауратты да біле ма не? Таураттан бізге үкім бер. Олай болса тыңдаңдар деп. Олай болса тыңдаңдар. Не дейді? Қылыш ұстай алатын еркектердің барлығы қатыл етілсін. Қолына қылыш ұстап, қылыш көтере алатын еркек атаулының бәрі өлтірілсін. Бүкіл мал мүліктері мұсылмандарға ғанимет ретінде берілсін. Әйелдер мен балалар және қарт қариялардың барлығын басына бостандық берілсін. Бұл үкімді естіді да пайғамбарымыз саллаллаху алейхи ва саллям орнынан тұрып: Аллаху акбар я Саад. Аллаху акбар я Саад. Аллаху акбар я Саад. Неге? Өйткені Саад ибн Муаздың бұл жауабынан алдын Құран кәрімде сатқындық жасағандарға түскен аят тура осылай түскен. Саад білмейді бірақ. Аллаху субхана ва тағала пайғамбарымыз саллаллаху алейхи ва саллямның жүрегіне салған бұл аятты Саад ибн Муаздың тіліне салған ғой. Осылайша Құранның аяты ортаға шықты дейді. Бәни Хурайза жермен жексен етілді. Одан алдын Бәни Надыр бар, басқа бұдан алдын бүкіл яһудилер, 3 тайпа яһудилер болды. Үшеуі де сатқындықпен осылай құрды. Ең соңғы міне осы Хандак шайқасында Бәни Хурайзаның нүктесін қойды да осылайша яһудилердің саясатынан Мәдина толықтай тазарды. Болды. Бүкіл саяси мәселеден бәрі қолын тартты болды. Мәселенің бәрін бітірді осылай. Толықтай мұсылмандардың иелігіне өтті. Сіз бұл кісінің, бұл сахабамыздың өміріндегі ең бір ерекше тұсы, ең ерекше жері бұл дүниеден өтуі, яғни осы дүниеден өтуі жайында айтсаңыз. Пайғамбарымыз саллаллаху алейхи ва саллям шаршап келеді. Арадан бірнеше уақыт өтеді. Саад ибн Муаз сол шатыр палаткада жатады. Бір күні қасында бір топ сахабалармен пайғамбарымыз саллаллаху алейхи ва саллям оны зиярат етуге келеді. Зиярат етуге келіп,
қараса шатырдың сыртына ағып жатыр ол жаққа. Пайғамбарымыз қорқып нетіп кетеді, ішке жүгіріп кіреді, қараса денесінің бәрін қан жуып кеткен уже. Ана кісіге былай құшақтап ұмтылады, артынан сахабалар тартады, я Расул, үстің қан қыласын деп, пайғамбарымыз ананы былай құшақтайды, маңдайынан сүйеді, хал жағдайын сұрайды. Пайғамбарымыз шатырдан далаға шыққан кезде денесінде сау жері қалмаған дейді. Бүкіл дененің бәрін қан жуып кеткен. Осылай үйге келеді. Көңіл күй әбден түсіп кеткен, мазасы жоқ. Сол күні түнде Жабраил алейхиссалам келеді, дейді. Үмметіңнен ең салих біреу Алланың рахметіне көшті. Оның көшуіменен Алла тағаланың аршысы дірілдеді. Пайғамбарымыз саллаллаху алейхи вассалам сұрағысы, Сағат ибн Муаз ба деді, иә деді. Үстінен, қолынан не ілінсе соны үстіне киді дейді. Пайғамбарымыз саллаллаху алейхи вассалам 58 жаста сол кезде. Шықты да жүкір дейді. Уже туыстары алып, өздерінің ауыстықтардың микрорайон алып кеткен ана кісіні. Артынан жүгіріп келеді. Ананы көрген пайғамбарымыз саллаллаху алейхи вассалам жүгіріп баратқан көрген сахабалардың бәрі орындарынан тұрып пайғамбардың артынан жүгірді. Жүгіріп келді, шамамен бір 2,5 километр жер ғой енді. Айтып отыр, я Расулалла, неге жүгіріп келе жатырмыз дейді. Неге? Бауырларың Саад шахид болды. Я Расул, жаймен барсақ болмай ма деп. Ана кеше Ухудта Ханзаланың басына келген оқиғаны Саад ибн Муаздың да басынан көргіміз келмейді. Аспан денесі ашылды деп жатыр. Жер бетіне бірінен артынан бірі 70 мың періште түсті. Мәдинада аяқ басатын жер жоқ дейді. Пайғамбарымыз салсам аяғының ұшымен жүгіріп келді. Үйдің ішіне келдік дейді. Келсек, уже ана кісіні суретке орап тастаған. Пайғамбарымыз саллаллаху алейхи вассалам кірді, сахабалар артынан кірейін деп кірменді дейді. Итак, орын жоқ. Ине шаншар жер жоқ, сендер сол жақта қалыңдар дейді. Пайғамбарымыз саллаллаху алейхи вассалам ішке кірді. Басында отырып жылады, дұға жасады. Одан кейін Саид әл-Худри, Абу Саид әл-Худри, атақты қабір қазатын сахаба, осы сахабаға пайғамбарымыз саллаллаху алейхи вассалам айтты: барда Джаннатул Бақидан Саад ибн Муазға қабір қаз деді. Кісі кетті. Пайғамбарымыз саллаллаху алейхи вассалам рәсімдердің бәрін бітіргеннен кейін мүрдені халық алып көтеріп бері қарай келе жатыр. Пайғамбарымыз жүгіріп Джаннатул Бақиға келді. Келсе, Саид әл-Худри қабір қазып жатыр дейді. Көзінің жасы сақалын жуып кеткен. Пайғамбарымыз саллаллаху алейхи вассаламды көріп, я Расулалла деп жатыр. Я Расулалла, сезіп жатсың ба дейді. Пайғамбарымыз саллаллаху алейхи вассалам айтады, сезіп жатырмын, жәннаттың иісі шығып жатыр ма деп жатыр. Қабірінен жәннаттың иісі шықты дейді. Қаз мүрде келе жатыр, тездет дейді. Саид әл-Худридің екі қолы қалтырап әрең дегенде қабірді қазды. Саад ибн Муазды қабірдің ішіне өз қолымен пайғамбарымыз саллаллаху алейхи вассалам түсірді. Оны орналастырды. Қабірден ең соңғы Саадты көргенде пайғамбарымыз саллаллаху алейхи вассалам ол кісіні жерледі. Жерлеп бұл кісінің ерліктері туралы, ол кісі туралы айтты. Сол кезде Саид әл-Худри айтты, менен кейін өлгендерге аманат болсын. Егер менен кейін өлетіндер болса, міне мына жерге деп жерді сызып көрсетіп жатыр. Менің қабірім осы жер болсын. Осы жер. Мен осы жерге жерлеңдер. Мен жәннатқа барам ба, бармайым ба білмеймін. Бірақ Саад ибн Муаздың қабірінен жәннаттың иісін иіскеп жатайын деп. Аллаху субхана ва тағала барлығыңызға мүмкіншілік берсе, міндетті түрде Джаннатул Бақиға барыңыз. Google Maps'тың үстінен қараңыз. Тіпті бұлай білмесеңіз, Джаннатул Бақидің ең соңына шейін барасыз. Сол жерде Хазіреті Алидің шешесі Фатма бинти Асадтың кесенесінің орны бар, үлкен. Сол кесене біткеннен кейін екі қабір бар, одан кейін забор. Сол екі қабірдің біреуі Саад ибн Муаздікі, екіншісі Саид әл-Худриді. Аллаху субхана ва тағала абадан бұл кісілерден разы болсын. Яғни аршыны дірілдету жайында біздің хабарымыз болмауы мүмкін, бірақ аршыны дірілдететін істер, міне осы жерде айтқан Саад ибн Муаздың өмірінде жасалған істер. Кез келгеніңіз осы істерді жасасаңыз, иншалла, аршыны дірілдететін істер. Аршы дірілдеді ме, дірілдемеді ме, ешкімізге хабар әкелмеуі мүмкін. Бірақ істер ретінде
Сағат ибн Муаздың өмірі қаншама ғасырлардан бері иншалла сізбен бізге белгілі. Аллаху субхана ва тағала бұл кісілерді жақсы көруді, жақсы көрген күйде жанымызды алуды, ақыретте сағаттармен бірге тірілуді баршамызға нәсіп етсін. Амин. Құрметті бауырлар, каналымызға иншалла тіркеліңіздер. Астарына комментарийлер, сұрақтарыңыз болса жазыңыздар. Жаңағы қоңырауға басып тіркеліп қойыңыздар. Әрдайым сізге жаңадан келген сахабалар жайында хабарлар уақытында жетіп тұру үшін. Және Аллаху субхана ва тағаладан біздер үшін бір қолдау, біздер үшін бір дұға сұраңыздар. Иншалла Рамазан келе жатыр алдымызда. Алла тағала бұл ісімізді, біз көзімізді топырақ жұмғанға шейін жалғастыруды баршамызға нәсіп етсін. Осы істе де бізді Алла тағала муаффақ қылсын, бізге тауфиқ берсін. Дүнияда бір хайырлы іс, ақыретте де осының мүкафатын көруді баршамызға нәсіп етсін. Ассаламу алейкум ва рахматуллахи ва баракатух.